Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте жұмсақ болып шығатын бабочки булочкасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші табағымызды алып, жылыған сүтімізді табағымызға құямыз. Одан кейін жарты ас қасық тұзымызды, 1 ас қасық қантымызды саламыз. Және 2 қасық дрожжімізді салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 жұмыртқамызды жарып алып, жарты шыныдай қантымызды сеуіп, және еріген сары майымызды салып, жақсылап тағы да венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды жақсылап салып отырып, тағы да венчигімізбен араластырамыз. Венчигімізді алып тастап, ұнымызды жайлап отырып салып, қолымыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Мінекей достар, дайын болған қамырымыздың бетін осындай пакетімізбен жауып, 1-2 сағатқа ашығанша қойып қоясыздар. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды. Өте жұмсақ болып шыққан. Енді барлық қамырымызды домалақ пішін жасап шығамыз. Яғни пирожкиға жасағандайғы барлығын домалатып шығасыздар. Және бетін жауып, тағы 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді бір-бірден қамырларымызды алып отырып, дәл осы видеодағындағы бірінші оқтауымызбен жайып аламыз, шоқалап. Ішіне начинкасын салатын боласыздар. Мен вареный сгущенка салдым. Мак салсаңыздар да болады, бұл өз еркілеріңізде. Осылай шеттерін қатты мұжып шығып, дәл ортасынан 2 бөлікке бөлеміз да, 2 жағын жабыстырып, осындай бабочка жасайтын боламыз. Барлық жаңағы қамырымызды дәл осындай видеодағындағы барлығын жасап шығасыздар. Бабочка жасау өте қиын емес, өте оңай жасалады, әрі дастархандарыңызға қойсаңыздар сәнді болады. Барлығын салып, табағымызға бетін жұмыртқамызбен жауып, 180 градуста пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.